Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сабағымызды қайталаудан бастаймыз. Қайталау – это повторение. Жанында, около, возле. Менің үйім мектептің жанында. Сашаның үйі саябақтың жанында. Анельдің үйі театрдың жанында. Сен дүкеннен не сатып аласың? Что ты купишь в магазине? Мен дүкеннен дәптер, өшіргіш, күнделік, қалам сатып аламын. Мен дүкеннен кітап сатып алмаймын. Келесі сұрақ: сенің оқу құралдарың қандай? Какие у тебя учебные принадлежности? Оқу құралдар, учебные принадлежности. Менің кітабым қалың. У меня толстая тетрадь, книга. Сенің ұштағышың жаңа. Новая точилка. Оның өшіргіші ескі, старый, у него ластик. Әлбектің дәптері жұқа. У Альбека тонкая тетрадь. Анельдің қаламсауыты әдемі. Алуаның күнделігі таза. Келесі сұрақ: сенің қарындашың қандай? Қандай, какой, какая, какое. Бұл қызыл кітап. Бұл жасыл дәптер. Бұл қара ұштағыш. Бұл қара ермек саз. Пластилин, ермек саз. Бұл ақ өшіргіш. Бұл күлгін қалам. Бұл көк қаламсауыт. Бұл сары қарындаш. Сенің досың мектепке не апарады? Что несет? Апарады, несет твой друг. Менің досым мектепке кітап, дәптер, күнделік, қарындаш, қаламсауыт, өшіргіш, ұштағыш апарады. Апарады, несет в школу мой друг. Келесі сұрақ, следующий вопрос. Әлбек сумкеге не салады? Что кладет Әлбек в сумку? Әлбек сумкеге түрлі түсті қарындаштар, қаламсауыт, өшіргіш, қаламдар, кітап, дәптер, ұштағыш салады. Следующий вопрос. Келесі сұрақ. Сен аулада не істейсің? Что ты будешь делать во дворе? Мен сырғанаймын. Мен әткеншек тебемін. Мен велосипед тебемін. Мен құмда ойнаймын. Аулада не бар? Аулада сырғанақ бар. Аулада әткеншек бар. Аулада құм бар. Аулада орындық бар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тема нашего урока ауылға барамын. 121 бет. Менің атам мен әжем бар. У меня есть бабушка с дедушкой. Атам мен әжем ауылда тұрады, живут. Дедушка с бабушкой живут в деревне. Атамның үйі үлкен. Дедушкин дом большой. Мынау шарбақ. Это забор. Шарбақ, забор. Шарбақ көк. Забор синий. Мен демалыста ауылға барамын. Я на выходные поеду в деревню. Атам мен әжеме көмектесемін. Буду помогать бабушке, дедушке. Маған ауыл ұнайды. Мне нравится деревня. Оқу тапсырмасы, учебное задание, 121 бет, бірінші тапсырма, жазылым. Вы должны писать в тетради. Атамның үйі үлкен. Мынау шарбақ. Забор. Шарбақ көк. Забор синий. Әжем дүкенге барды. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау бол.